Сәлем баршаңызға, қалдарыңыз қалай? Бүгін мен мұнда сіздерге кактустың пайдасын айта кетейін. Кактустың пайдасы өте зор адам өмірінде. Мынау бізде телевизордың алдына, компьютердің алдына не үшін кактус қой деп жатады? Себебі жаңағы телевизордан соткіден бөлінетін ультракүлгіндер, солар адамның көзіне зиян. Соны сақтап қалады. Сол үшін телевизордың жанына 2-3 штугынан әдемі етіп қойып, немесе мынау компьютердің алдына 1-3 штугын осындай горшокқа егіп, или былай қойсаңыздар да әдемі болып тұрады. Сонысымен пайда. Өте пайдалы гүлдердің қатарынан, және ешқандай адамға зияны жоқ, және мынау суды көп қимаймыз, сонысы жақсы. Анда-санда бір астынан ыдысқа су құйып, осылай салып қойсаңыздар, ыдысқа тамыры, астында тамыр шығып жатыр, тамыры арқылы су ішіп тұрады. Айына 1 рет, или 2 айда 1 рет суғарып қойсаңыздар, былай жетеді. Көп суғармаймыз, көп суғарсаңыздар, былбырап қарайып кетеді. Горшок үлкен етпейміз, міне кішкентай горшокта тұр, өзі том-пақ болғанымен, кішкентай горшокта тұр. Сонымен қатар, жаңа уходын айттым, пайдасын айттым. Енді қазір осы кактусты пересадка жасағанда, горшокқа пересадка жасағанда қолыма кірмей қалай ұстайсыз деп көбісі сұрайды. Сол жайлы лайфхак айта өтейін. Мынау кактусты пересадка жасайтын кезде, мен мысалға кактусты сатқанда көбісі былайынан алғанында қарағанда, осындай транспортировочный горшокта алғанда қарағанда, мынандай кашпоға ектіртіп алады. Себебі үйге барғаннан кейін мына тікенін кіргізіп, топырағын шашып, оны қалай пересадка жасаймын, лучше пересадка жасап беріңіз дейді көбісі. Сол үшін көбіне менен клиенттер пересадка жасалған дайын түрін алады. Қазір мынау алдымен мынау бояу жайлы айта өтейін. Аяғына дейін тыңдаңыздар. Видеомен қазір қалай пересадка жасайтынымды лайфхакты айтамын. Қазір бояу жайлы айтайын. Көбісі сұрайды, осындай кактустың түсі неге бояп қойған, үйге барғаннан кейін су тисе ағып кетпей ма, уақыт келе кетіп қалмай ма, ана түсі өзі боялған ба, или осындай түсті кактустар ма, сондай болып өсе ма деп сұрайды. Жоқ, бұл осындай түсті кактустар емес. Мынау боялған кактустар, яғни крашеный кактустар. Голландия, Қытай бізге для красоты, әдемілігі үшін бояп жібереді. Немен бояп жібереді? Арнайы өздерінің гүл бояйтын, шашатын лак сияқтылар болады, сонымен шашып бояп жібереді. Бұл бірақ кәдімгі тырнаққа жағатын лак сияқты жылтырап, қатып жабысып қалған. Бұның гүлге зияны жоқ, адам өміріне де зияны жоқ, және суға оңайлықпен кетпейді. Мен қаншалықты суғарып жүрмін, қаншалықты су шашып шаңнан жуып жүрмін, ешқандай кетпейді. Сондықтан ол түсіне кетіп қалады деп уайымдамаңыздар. Түсі мәңгі қалмайды, бірақ уақыт келе кетеді. Уақыт келе барлық нәрсе темірдей тозады ғой. Сондықтан уақыт келе кетеді. Бірақ көп сақтап тұрады. Мына ортасынан қаншама суғарған сайын өсіп бастап жатыр кактус. Мына ешқандай түсін жоғалтып жатқан жоқ. Өте ұзақ уақыт ұстап тұрады. Мына фиолетовый түсі бізде. Фиолетовый түсі де өзінше ерекше, былай живой көргенде, томпақ болып көрінеді. Мына қызыл түсі, мына жасыл түсі. Негізі камера цветін нақты бере алмайды, живой көргенде вообще әдемі көрінеді. Ал енді жаңағы көбісі менен WhatsApp группада қыздар, гүл сататын қыздар сұрап жатады. Осы қызық бізге осы кактусты пересадка жасағанда астындағы транспортировочный горшогын, мынау қоңыр горшогын қалай астынан шығарып аласыз, мынау горшокқа қалай саласыз деп сұрап жатады. Оны мен ерінбей көрсетіп жатамын. Мына кәдімгі коробка. Коробканы былайынан кесіп аламын да, осылай қысып ұстай беремін. Ешқандай зияны тимейді. Коробка арқылы қысып ұстаймын, үстінен қойып аламын. Былайынан сөйтіп көтере беремін. Оп-оңай көтеріледі. Сосын жаңағы төңкеріп аламын да бірінші коробкаға қолыма. Сосын астындағы транспортировочный горшокты жоғары қарай жайлап қимылдатып суырып аламын да, қайтадан осындай горшокқа ыңғайлап келіп төңкеріп саламын. Осылай салып жіберемін. Бұл тек қиын емес, адам ебін табуға болады. Осындай коробка арқылы мен жұмыс жасаймын көбіне. Осы коробкалар маған көмектеседі. Ешқандай қиыны жоқ. Былай керісінше осылай ұстап төңкеріп аламын да, астына транспортировочный горшогын шығарып тастаймын.
суғарылу жайлы айттым. Енді күннің көзіне қоюымыз керек. Күн түсетін терезені ұнатады. Болмаса не обязательно күннің көзі не обязательно. Жаңа компьютердің алды, телевизордың алдында өсіп тұра береді. Айына бір рет суғарып қойсаңыздар болды. Гүлдейді, кактустардың бәрі міндетті түрде гүлдейді, бірақ біздің жаңағы Қазақстан кішкене қатты ыстық болмағандықтан ба, онша гүлдеуі аз. Көбіне жазда далада жатқан гүлдерде кактустарда гүлдеп жатады, ақ гүл. Бірақ гүлдердің барлығы, кактустардың бәрі гүлдейді. Күтіміне байланысты, жаңағы табиғатына байланысты. Сол парақшама жазылып алыңыздар. Көптеген ақпараттармен бөлісіп отырамын. Пайдалы болса, сіздерге өте қуаныштымын. Кактус қазір бір клиентке пересадка жасап берейін деп жатырмын. Сіздерге көрсете кетейін. Осылай коробканы былай ұстаймын да, былай төңкерем. Сосын коробканы былай қысып тұрам да, қолға кіреді, абайламасаңыздар. Мынаны ұстап тұрып, мынау несін жұлып аламыз. Транспортировочныйға төңкеріп. Қатты болады, бірақ қозғап жаймен айландырып отырып, мен босап атыр. Коробкамен ұстап отырып, қолға кіріп атыр. Міне. Жаймен босатып алдым. Міне. Шықты транспортировочныйға жолымыз. Тамырлары бәрі жақсы. Соны енді перевалкатыспен осылай орнатамыз. Міне. Міне, кактусымыз түсті. Енді жан-жағына топырақ салып шығамыз әдемілеп. Клиентке әдем болып бару үшін. Тамырларын кіргізіп жібереміз. Осылай. Сөйтіп, дайындап қойған топырағымызды универсальный топырақпен перлит араластырып, или для кактусов дегенді астына майлап салып шығамыз. Жан-жағына айландыра. Топырақ қылмай, қолымызға тікен кіргізбей, жаймен. Кактус бір жасыл түрін кашпоға егіп қойдым. Еккенде осындай көрінеді. Түбіне әдемілеп тастарды сәндеп қойдым. Декоративный тастарды әдем болсын деп. Енді айына бір рет суғарса жетеді кактусты. Клиенттің заказы. Біреуін ектіртпей алам деді, біреуін горшокқа егіп алды. Соны сыйлыққа деді, ер адамға деді. Слай.